Империялық сана сезімі қалыптасқан халық әлемдік тарихта көп емес. Олардың ішінде парсы, грек және римляндармен қатар түркілерді атауға болады. Ежелгі уақытта солтүстік Қытай аумағын мекендеген ежелгі көшпенділер тайпасы шамамен біздің эрамызға дейінгі 6000 жылдары прото-түркілерге бөлінеді, яғни ғұндар мен прото-тұңғыстар. Ал кейінірек моңғолдардың ата-бабалары болған манжурлар, дунху және сәнби деп аталады. Ежелгі ғұндар ішкі Моңғолияның солтүстік Қытай аумағын, ал тұңғыстар солтүстік шығыстан батысқа қарай Кореяға дейін мекендеген. Ежелгі түркілердің дүние танымы көшпенділердің ежелгі тұрмыстық әдеп ғұрыптарын біріктірген тәңіршілдік болады. Бұл аспан мен күнге, ұлы Құдай Тәңірге табыну, адам мен табиғаттың үйлесімі, адам мен Құдайдың бірлігі, адам Құдайдың құлы емес, басқа конфессиялардағы сияқты, ислам мен христиан дініндегі сияқты, адам бұл жаратушының жаратылысы. 2021 жылғы археология, тарих, генетикалық зерттеу деп аталатын ресейлік YouTube арнасының озық генетикалық зерттеулеріне сәйкес, түркі тілі және сәйкесінше түркі халқы ғұн көшпенді империясының құрылуымен қатар біздің эрамызға дейінгі 3 ғасырда қалыптасады. Қытай дереккөздері бойынша біздің ғасырға дейінгі 27 ғасырда Қытай императоры Хуан Ди Хундардың ата-бабалары Синон көшпенділерімен шайқасады. Кейінірек оларды Гион Он, күн ғұн деп, ал біздің ғасырға дейінгі 3 ғасырдың соңында Хиенну, Сюнну, Дзе деп атаған. Бұл варвар көшпенділерімен шайқастар туралы біздің ғасырға дейінгі шамамен 2005 жылы тарих кітаптары Қытай дереккөздерінде айтылады. Прото-түрк және түркілер тарихы 4700 жылдан басталады. Қытай дереккөздерінде біздің ғасырға дейін 1818 жылы Си император династиясының билеуші ұрпағы солтүстікке қашып, ғұндардан пана тапқан деп айтылады. Қытай дереккөздерінде біздің ғасырға дейінгі 1400 жылдан бастап 200 жылға дейінгі кезеңдегі көшпенділермен болған шайқастар туралы жазылған. Осы дереккөздерде сонымен қатар Конфуция біздің ғасырға дейінгі 372-289 жылдары, шәкірті Мен Сюасаның естеліктерінде біздің ғасырға дейінгі 1138, 1127, 714, 689 жылдары көшпенділердің Қытаймен дипломатиялық қарым-қатынастары және даулары туралы айтылады. Көшпенділердің шабуылынан қорғану үшін Қытай ғұндар мен Қытай арасындағы 1000 жылдық қарсы тұру бойында миллиондаған адам өмірі қалған қан төгу жолына айналған ұлы Қытай қорғанын салады. Қытай тарихы біздің ғасырға дейінгі 828 жылдан басталады. Онда ғұндар жиі айтылады. Біздің ғасырға дейінгі 3 ғасырда ғұндар 24 тайпадан құралған тайпалық одақ болып, әлем тарихында 24 тайпадан тұратын түркілер империясын құрады. Біздің ғасырға дейінгі 225 жылы ғұндардың императоры болып Думан сайланады. Қытайлар оны Шанью деп, ал ғұндар Тәңірі құтты жан ие деп атаған. Бұл түркше көктің елшісі деген мағынаны білдірген. Қытай дереккөздерінде біздің ғасырға дейінгі 3 ғасырда ғұндардың өздерінің руна жазбасы болған. Ғұндарға бағынған халық салық төлеген. Түркі мемлекеттері өздерінің ата-бабаларына зор құрмет көрсетіп, алғашқы ғұн түрк империясының 2250 жылдығын атап өту қажет. Біздің ғасырға дейінгі 210 жылы ғұндардың қағаны Қытай дереккөздері бойынша Думанның ұлы Бағадүр Моде атанады. Ағылшын тарихшысы Эдуард Паркердің айтуынша, Бағадүр әлем тарихындағы ұлы жаулап алушылардың бірі болған және Татарияның Ганнибала деген атаққа лайық болған. Ол Қытайдың оңтүстік аумағын шайқасып алып, Тынық мұхиттан заманауи Түркістанға дейін жалғасқан зор көшпенділер империясын құрады. Ғұндар үлкен табыс әкелген ұлы жібек жолының бір бөлігін бақылаған. Қытай түркілердің шабуылынан дүр сілкініп, оларға жыл сайын салық төлейді. Сондай-ақ шекарада ғұндарға тиімді айырбас сауда ашады.
Бағадүр біздің ғасырға дейінгі 1703 жылға дейін шамамен 37 жыл билік етеді. Түркілер ғасырлар бойы солтүстік батыс бағытқа беттеп шайқасып, ария, тохар, юджарлар сияқты үнді еуропалық халықтармен араласады. Ресей тарихшысы Лев Гумилевтің этногенез теориясына сәйкес, түркілерді дүние жүзі тарихындағы супер этностардың бірі деп атайды. Түркілердің пассионарлық көтерілуі біздің ғасырға дейінгі 3 ғасырдан бастап 17 ғасырға дейін шамамен 2000 жыл бойы жалғасты. Түркілер ұлы жеңістерге қол жеткізіп, Азияда, Еуропада және Африкада жаңа империяларды құрады. Түркілер Пекиндегі, Делидегі, Исфахандегі, Дамаскідегі, Бағдаттағы, Каирдегі, Константинопольдегі 3 континенттің тақтарын басып алады. Жаулап алған жерлерде бұрын болмаған гүлдену байқалады. Түркілер кітапханалар, университеттер, астрономиялық обсерваториялар салады. 1525 жылы моғол түркілер Үндістанды жаулап алып, бір мемлекетке біріктіріп, көп жылдары өмір сүрген ұлы моғолдар империясын құрады. 1858 жылы ағылшындар Моғол империясының институтын таратады. Агра қаласында моғол түркілердің императоры Шах Джахан 17 ғасырда әлемнің 7 кереметтің бірі әйгілі Тәж-Махал кесенесін салады. Біздің ғасырға дейінгі 5 ғасырдан бастап, біздің ғасырға дейінгі 2 ғасырға дейін Монғолия аумағында түркі мемлекеттер өмір сүреді. Біздің ғасырға дейінгі 210 жылдан бастап, біздің ғасырға дейінгі 165 жылға дейін ұлы ғұн қағанаты өмір сүрсе, біздің ғасырға дейін 48 жылдан 216 жылға дейін оңтүстік ғұн қағанаты өмір сүреді. Біздің ғасырға дейінгі 5 ғасырдан 9 ғасырға дейін Монғолия аумағында 3 түркі мемлекеті өмір сүреді. Бұл ұлы түркі қағанаты. 552-744 жылға дейін 2 түркі қағанаты өмір сүреді. 744 жылдан бастап 840 жылға дейін ұйғыр қағанаты өмір сүреді. 10 ғасырдан 10 ғасырға дейін Монғолия аумағында наймандар және керейлер деп аталатын түркі мемлекеті өмір сүреді. Француз шығыстанушы Поль Пелионың мәліметтері бойынша Қытайда сән-би сөздігі табылған. Мамандар оны моңғол сөздігі деп танығанымен, расында ол түркі сөздігі болып табылады. Әйгілі моңғол танушы академик Владислав Котвичтің пікірі бойынша, солтүстік Қытайда түркілер саны жағынан көп, әрі саяси маңыздылығы, бірігуі зор болған, және өз тілдерін түркілердің қаһарынан қорыққан басқа халықтарға мойындата білген. Мұның дәлелін шығыс және батыс Түркістанда, сонымен қатар кіші Азияда мекендеген түркі тайпаларының тарихынан көреміз. Мұнда түркі тілі басқа халықтардың тілдерімен күресте жеңімпаз болған. Владислав Котвичтің пікірі бойынша, түркілердің моңғолдарға ассимиляциялық әсер ету процесі моңғолдарға оразан зор шығын әкелді. Қазіргі уақытта әлемде шамамен 3 миллион моңғолдар Моңғолияда және шамамен 5 миллион моңғолдар Қытайда өмір сүреді. Ал әлем бойынша түркілер саны шамамен 200 миллионды құрайды. 12 ғасырдың соңында болашақ ұлы жаулап алушы Темүжін түркілермен аралас тұңғыс түркілерді бір мемлекетке біріктіруді бастайды. 1206 жылы көшпенді татарлар, жалайырлар, наймандар, керейлер Темүжінді ақ киізге көтеріп, түркілердің дәстүрі бойынша оны ұлы хан деп сайлап, оған Шыңғысхан атты жаңа есім береді. Шыңғысхан ынталандыру және ұйымдастырушылық деңгейі бойынша әлемдегі ең күшті әскерді құрады. Шайқас алаңынан қашқан жағдайда әрбір 10-шы жауынгерді өлтірген. Шыңғысхан әскерінің ондық жүйесі біздің уақытқа дейін сақталған. Империя идеологиясы яссыда көшпенділердің ежелгі дүние танымы тәңіршілдікке негізделіп, заңдар жинағымен және салт дәстүрлермен Шыңғысхан күшімен құрылады. 13 ғасырда Шыңғысхан құрған яссы ежелгі түркілердің ұлы түркі қағанатының салт дәстүрлерінің жинағымен тұспа-тұс келеді. Ежелгі түркілерде мұндай қылмыстар үшін 6 ғасырдағы Қытай дереккөздеріне сәйкес бүлік шығару, опасыздық жасау, өлтіру, зинақорлық, өзгенің жылқыларын ұрлау,
өлім жазасымен жазаланатын болған. 7 атаға дейін некеге тыйым салынған. Бұл сау ұрпақтың туылуына ықпал еткен. Бұл Шыңғысхан құрған яссыға ұқсастығын білдіреді. Шыңғысхан ата-бабалардың салт дәстүрлерін сақтаған. Осының арқасында әскерлерінде қатаң тәртіп орнаған. Шыңғысхан дарынды стратег, адамзат тарихындағы ұлы жаулап алушы және әлемдегі орасан зор империяны құрған. Шыңғысхан империясының басым тайпалары түркі тілдес болса, ойрат, қоры, тұмат және басқа моңғол тілді тайпалары аз болған. Шыңғысханның өзі Қият түркі руынан болады. Қият руы Қазақстанның оңтүстік және басқа түркі республикаларында мекендейді. Шыңғысханның анасы қазіргі кезде Қазақстанның оңтүстігінде өмір сүретін Қоңырат түркі руынан тараған. Шыңғысханның сыртқы келбеті замандастардың айғақтары бойынша өте қызықты болған деседі. Ол жирен шашты сақалымен көк көзді бойшаң, оның ежелгі ата-бабалары Алтай әрийлерінің ұрпақтары болуы мүмкін. 1220-1221 жылдары Шыңғысхан ордасында оңтүстік Қытайдағы Сун, Пендая және Сюй-Тин династиясының қос Қытай делегациясы болған. Олар өздерінің есебінде оларды моңғол емес, татарлар деп жазады. 1246 жылы Рим папасы 9 Иннокентияның елшісі Плано Карпини империяның астанасы Қарақорымға Шыңғысханның немересі ұлы хан Гүйікке саяхат жасайды. Плано Карпини өзінің есебінде татарлардың салт дәстүрлердің, олардың дүние танымын жазған. Онда көптеген құнды мәліметтер қалдырған. Сонымен қатар ол татарлардың қазақтар секілді өлген адамдарды шұңқыр қазып, жанынан қосымша орынға өлген адам денесін жатқызып, көметіндігін жазған. Ал моңғолдардың дәстүрі бойынша өлген адам денесін далаға тастайды. 1253 жылы француз королі Людовик XII-нің елшісі Гильом де Рубрук империяның астанасы Қарақорымға Шыңғысханның немересі ұлы хан Менгуге саяхат жасайды. Оның еңбегінде татарлардың өмірі жайлы қызықты мәліметтер сақталған. Олардың жылқының сүтінен қымыздың, қышқыл сүттен айранның және құрт деп аталатын ірімшіктің, қазы деп аталатын жылқының етінен жасалатын шұжықты дайындау жолын жазған. Аң шаруашылығы өнімдерін дайындау құпиялары 800 жылдан бері өзгерген жоқ. 13 ғасырдың соңында дүние жүзіне белгілі саяхатшы венецианшы Марко Поло 1279 жылы Юань династиясының негізін қалаушы Қытайды бір мемлекетке біріктірген Шыңғысханның немересі ұлы хан Құбылай сарайында өмір сүрген. Сонымен қатар Марко Полода моңғолдар емес, татарлар жайында жазба қалдырған. Және ол ұлы хан Құбылай хаттарды түркі тілінде жазғандығын көрсетеді. 13-14 ғасырдағы орыс жазбаларында да татарлар жайында естеліктер бар екендігін атап өту керек. Шыңғысхан империясында 13-14 ғасырдағы барлық жазбалар түркі тілінде жүргізіледі. Гүйік ханның мөрі 1246 жылы бұл империялық мемлекеттік мөр болған. Мәтіннің аудармасы ұйғыр мәтінен латын әріптерімен транскрипцияланған. Қазақ кириллицасымен оқылады. Ханның жарлығы ел бұлғақ, орыс тіліне аударғанда, ханның жарлығы халықтың міндетті түрде орындалуына жатады дегенді білдіреді. Одан әрі, Құбылай хан ғибраты 1276 жылы Юань империясы. Пайца, Тоқтыхан жарлығы Алтын Орда 1292-1311 жылдары. Келдібек ханның пайзасы 1360 жылы Алтын Орда. Өзбек ханның пайзасы 1312-1341 жылдары Алтын Орда. Мұнда моңғол тілінің ізі жоқ. Кез келген лингвистикалық сараптама түркі тілінің заманауи қазақтардың осы құжаттарды оқи алатындығын дәлелдейді. Әйгілі совет шығыстанушысы Аркадий Григорьев бұл моңғол тілі деп мойындатқан. Нәтижесінде 13-14 ғасырларда ешқандай моңғол тілінің ресми тіл ретінде қолданылмағандығына көзіміз жетті. Шыңғысхан империясының мемлекеттік тілі түркі тілі болған. Шыңғысхан империясы моңғол емес, түркі болып табылады.
Белгілі Ресей моңғол танушы академик Борис Владимирцовтың гипотезасы бойынша 10 ғасырдағы ескі моңғол тілі түркі наймандар тіліне негізделген. 13 ғасырдағы моңғолдарда жазбаша әдеби тіл болмаған. Ғалымдар 13 ғасырдың құпия аңыздар туындысының тілі қайдан пайда болғандығын түсіндіре алмады. Борис Владимирцовтың гипотезасы 13 ғасырдағы ескі моңғол тілінің найман тілі екендігін дәлелдейді. Заманауи халық моңғол тілі мүлде басқа тіл болып табылады. Басқа моңғол танушы академик Владислав Котвич Шыңғысхан империясының 13 ғасырдағы ескі моңғол тілін зерттей келе, заманауи моңғол тілінің алғашқы негіздерінің жоқ екендігін көрсетті. Яғни прото-моңғол тілінің мүлде болмағандығын білдіреді. 13-14 ғасырдағы тарихи дерек көздерде моңғол термині болмаған. Шыңғысхан империясының көшпенділері татарлар болған. Шыңғысхан ұрпағының хулагуиттер мемлекетінде Иранның астанасы Тебриз қаласында парсы тілінде 1304 жылы басып шығарылған Рашид ад-Динаның жазбалар жинағы шыңғысшылардың этникалық шығу тегіне жарық жол ашты. Жазбалардың авторы ұлы парсы тарихшысы шығу тегі иудей болған, мұсылмандықты қабылдаған Рашид ад-Дин шыңғысшылар династиясының уәзірі болған. Ол өзінің жазбаларында Шыңғысхан үйінің тарихын, әйгілі және шыңғысшылар үйінің тарихын жақсы білетін беделді тұлғалардың басшылығымен суреттейді. Олардың бірі Полат Чинсон. Ол Пекиннен 13 ғасырдың соңында Ирандағы Илхандар мемлекетінің Тебриз қаласында қоныстанған Шыңғыс ханның немересі Құбылай ханның елшісі болған. Жазбаның құрылуына және өңдеуіне сонымен қатар Шыңғыс ханның ұрпақтары Илхандар, Олжайту хан мен Газан хан қатысады. Рашид ад-Дин өз жазбасында жазбаны Шыңғыс ханның бүкіл тарихын екі хатшының сөзімен жазғандығын және олардың еңбегін жақсы бағалап, алғыс білдіргендігін айтады. Жазба түркілер тарихының және Шыңғыс хан империясының құнды алғашқы дереккөзі болып табылады. Жазба 1305 жылдың 7 мамырында аяқталады. Рашид ад-Дин өз жазбасында Шыңғыс хан империясының тайпаларында, сонымен қатар Шыңғыс хан руында ортақ тілді және салт дәстүрді білетін, бірақ аз ғана ерекшеліктері бар түркілердің болғандығын жазады. Сонымен қатар жазбада Иранда түркілер деп атаған моғол термині кездеседі. Рашид ад-Дин түркілер өздерінің зор күш-қуатының арқасында дүние жүзінің көп бөлігін басып алғандығын айтады. Бұл Қытай, Үндістан, Кашмир, Иран, Византия, Сирия және Египет. Жазбада моңғолдар жайында естеліктер жоқ. 1952 жылы Рашид ад-Дин жазбасының бірінші томы академик Петрушевскийдің басқаруымен КСРО шығыстану институтымен парсы тілінен орыс тіліне аударылады. Рашид ад-Дин моғолдар түркі тайпаларына кіретін халық екендігін жазады. Заманауи тарихшылардың бұл құнды алғашқы дереккөзді елемейтіндігі өкінішті. Совет аудармашылары моғол терминін моңғол термині ретінде оны заманауи моңғолдарға байланыстырып аударған. Бұл тарихи фактілерді бұрмалау және адастыру болып табылады. Моғолдар бұл тайпалар одағы. Оған әртүрлі халықтар енген. Соның ішінде моңғол тілдес тұңғыстар. Бірақ моғолдардың басым бөлігі түркі тілдес тайпаларды құрайды. Сондықтан моғолдар түркі тілінде сөйлескен. Ресей тарихшылары бүкіл тарих әлемін адастырды. Ешбір Ресей тарихшысы, сонымен қатар шетел зерттеушілері бұл фактіні елемейтіндігі таңғалдырады. Жазбаның алғы сөзінде совет аудармашылары Рашид ад-Диннің тарихты білмейтіндігін кінәлайды. Автордың жазбасында керейлер, наймандар, жалайырлар, меркілер бұл түркілер екендігін, сонымен қатар бұл 20 ғасырдағы ұлы державалы пан-түркі тұжырымдарымен күресу керектігін жазады. Өкінішке орай, тарих саясаттандырылған ғылым. Өкініштісі 1944 жылғы 9 тамызда КСРОда пан-түркілікпен күресу бойынша бүкіл одақтық коммунистік партияның орталық комитетінің белгілі қаулысы шығады. Әсіресе 13-14 ғасырдағы ежелгі түркілер тарихы, туркология бүгінгі күнге дейін ғылым ретінде толық көлемде зерттелмеді.
Себебі түркі халықтары өз тарихын білмеуі тиіс. Бұл түркі халықтарының ұлттық сана сезімінің өсуіне алып келуі мүмкін. Әрине бұл Ресей империясының, ал кейін Кеңес одағының саясаты. Империялық саясат түркі халықтарының сана сезімінің өсуіне жол бермеді. Түркілер өзінің ұлы тарихын білмеуі тиіс деген ұстанымды ұстап отыр. Осылайша түркілер совет тарихшыларының кесірінен моңғол атанды. Қазақстандық зерттеуші Ержан Исақұлов Рашид ад-Диннің жазбасын парсы тілінен қазақ және орыс тілдеріне аударды. Ол өзінің Шыңғысхан атты кітабында түркі тайпалары туралы жазады және моңғолдар туралы ешқандай естеліктердің жоқ екендігін атап көрсетеді. Бүкіл жазбада моғолдар дегені түркілер екендігін түсіндіреді. Шыңғысханның ұрпақтары Олжайту хан, Газан хан өздерін моңғол емес, түркілер деп санаған. Иранда қазіргі күніде шыңғысшылар мен түркілер династиясын түркілер деп санайды. Заманауи тарихшылар Моңғолия мемлекеті болғандықтан 13 ғасырда Моңғолия аумағында моңғолдардың өмір сүргендігін айтады. Осылайша олар қателеседі. Моңғолия халқының басым бөлігін наймандар, керейлер, жалайырлар, қоңыраттар, меркілер, татарлар сияқты түркі тайпаларын құрған. Бұларды бұрын тарихшылар қателесіп моңғолдар деп атайды. 12-13 ғасырларда түркілер және моңғолдар деп бөлмеген. Моңғолдар халық түрінде 12-13 ғасырда қалыптаспаған. Ойраттар, көрі тұматтар сияқты тұңғыс тілдес тайпалар аз ғана болған. Олар өз рулар арасында өз тілдерінде ғана сөйлеген. 14 ғасырда Иранда Рашид ад-Диннің замандасы Хулисет Уль-Ахбар атымен белгілі болған Хондемирдің ежелгі уақыттан темірланға дейінгі моңғолдар тарихы атты кітабы басып шығарылады. Бұл туынды парсы тілінен Василий Григорьевпен аударылып, Императорлық ғылым академиясының ағарту министрі Сергей Уваровқа ұсынылады және 1834 жылы Санкт-Петербургте басып шығарылады. Өзінің құндылығы жағынан алғашқы дереккөз ретінде осы кітап түркі халқының тарихы бойынша зор қызығушылық танытады. Кітапта Шыңғыс ұлысының заманауи Моңғолия аумағында Орда, балық атауымен белгілі болған түркі тілінде ұлы ұлыс немесе баба ұлысы деген мағынаны білдіретін Қарақорымдағы ұлық юрт екендігі көрсетіледі. Яғни бұл заманауи тарихшылардың айтып жүрген ұлы моңғол империясы емес екендігін білдіреді. Кітапта Шыңғысхан шежіресінде моғолдардың түркілер екендігін көрсетіледі. Бұл тағы да Шыңғысханның түркілерден тарағандығын айтады. Сонымен қатар осы жазбадағы шыңғысшылардың әскер басшыларының есімдері, жергілікті атаулары да түркі тілінде, ал бұл өз кезегінде түркі халқының тарихы бойынша құнды жазба. Бұл жазба Рашид ад-Диннің мәліметтерін растайды. Ресей аудармашыларының моғолдарды заманауи моңғолдарға байланыстырып, моғол терминін моңғол ретінде аударғандары қызықты. Яғни бұл аударманың саналы бұрмалануы. Моңғолдардың құпия аңыздары 1240 жылы жазылған. Қазақстандық зерттеуші Тілеуберді Әбенайұлының айтуынша, құпия аңыздары ұйғыр әліпбиімен түркі тілінде жазылған. Жазбаның дұрыс атауы Шыңғысхан шежіресі деп аталады. Бұл аудармашылармен моңғолдардың құпия аңыздары деп өзгертілген. 1368 жылы Қытайдағы Юань шыңғысшылар империясы құлағаннан кейін келген Мин басқарушы династиясы моңғолдардың құпия аңыздары түпнұсқасы Қытай иероглифтеріне транскрипцияланады. 1240 жылғы моңғолдардың құпия аңыздары түпнұсқасы қазіргі уақытта жоқ, ол сақталмаған. Қазіргі уақытта Қытай тіліндегі моңғолдардың құпия аңыздары жазбасының 3 нұсқасы сақталған. 19 ғасырда өмір сүрген Пекиндегі Ресей православия рухани миссиясының басшысы Паладий Кафаров 1866 жылы аңыздың Қытай тілінен орыс тіліне қысқаша аудармасын жасайды. Ол Қытай аудармасы толық емес және дәл аударылмағанды деп санайды. Кафаров және 19 ғасырдың Қытай ғалымдары 13 ғасырдағы жоғалған жазбаның түпнұсқаның бар екендігін атап көрсетеді. Сонымен қатар Кафаров және Қытай ғалымдары 13 ғасырда моңғол жазбасының және әдебиетінің болғандығын толығымен жоққа шығарады. Осындай беделді зерттеушінің пікірін Ресей тарихшыларының елемейтіндігі таңғалдырады. Паладий Кафаров
Казань губерниясында туылған және түркі тілін білуі мүмкін деген болжам бар. Өкінішке орай, Палладий Кафаров жазбасының орыс тіліне аудармасы зерттеушілер үшін жабық, ол ескірген деп саналады. 1941 жылы совет моңғол танушы академик Сергей Козин құпия аңыздары жазбасын орыс тіліне аударады. Аударманың көптеген қиындықтарына байланысты Козин аудармаға ерекше назар аудару керектігін айтады. Себебі оның өзі аударманың дәл еместігін және оны өзінің түсінгендігіне қарай аударғандығын ескертіп айтады. Қазақстандық түркі танушылардың пікірі бойынша қазақ тілі Шыңғысхан империясының тіліне 60-65% шамасында жақын деп айтады. Ал моңғол тілінің Шыңғысхан империясының тіліне жақындығы небәрі 35-40%. Олай болса, заманауи қазақ тілі Шыңғысхан империясының тіліне әлдеқайда жақын. Өкінішке орай, аудармашылар қазақ тілін білмеген. Рашид ад-Дин жазбаларының жинағында құпия аңыздары жазбасына қарағанда Шыңғысхан заманының тарихи оқиғаларының басқа нұсқасы келтірілгендігін атап өту керек. 20 ғасырдың басында француз шығыс танушысы Поль Пелио жазбаны аудармақшы болады. Бірақ аударманың қиындығына және білмеуіне байланысты бұл жазбаны аудара алмайды. Неміс шығыс танушысы Хейниш те жазбаның аудармасын жазуға тырысады, бірақ бір таурауды ғана жариялайды. Жазбаның көптеген терминдері 14 ғасырдың аудармашыларына белгісіз болады. Ұйғыр мәтінін Қытай әліпбиіне транскрипциялау кезінде хатшылардың көптеген қателері және жаңылыстары шамамен 20%-ға дейін кездеседі. Бұл әрине жазбаны орыс тіліне аудару сапасына кері әсерін тигізеді. Осыған қарамастан жазба тарихи құндылыққа ие. Аудармашылармен моңғол термині енеді. Бұл алғашқы аудармаларда кездеспеген, сондықтан жазбаның анық бұрмалануы болып табылады. Ішкі Моңғолия Қытай Халық Республикасының ғылым академияларының ғалымдары осы жазбаны моңғол тіліне аудару үшін 1962 жылдан 1979 жылға дейін 17 жыл уақыт жұмсайды. Моңғол ғалымы Дуламаның пікірі бойынша жазбада шамамен 1400 сөз заманауи моңғолдарға түсініксіз болған. Қазақстандық зерттеуші Тілеуберді Әбенайұлының айғағы бойынша ішкі Моңғолияның моңғол ғалымдары жазбадағы 4430 сөздің түсініксіз екендігін, түзетілгендігін және жалпы бұрмаланғандығын және моңғол тіліне өзгертілгендігін мойындайды. Аудармада жазбаның 3 нұсқасы қолданылады. 3 жазбаның бір нұсқасының өзінде 850 иероглиф түзетілген. Осылайша, құпия аңыздары мәтінінің аудармасы 40%-ға дейін бұрмаланған. Бұл құпия аңыздар түпнұсқасының түркі тілінде жазылғандығын дәлелдейді. Қазақстандық түркі танушы синолог Қайрат Габитханұлы Қытай иероглифтеріне транскрипцияланған Пекинде 2005 жылы басып шығарылған Юань Чао Биши жазбасының ішінара лингвистикалық аударма талдауын жүргізіп, мәтін түркі тілінің шығыс, ескі найман тілінде жазылғандығы туралы қорытынды жасайды. Оның пікірі бойынша жазбадағы туркизм 53%, ал лексика мен грамматика 52%-ды құрайды. Бұл академик Борис Владимирцовтың гипотезасы 13 ғасырдағы ескі моңғол тілінің найманнан шыққандығын растайды. Сергей Козиннің құпия аңыздары аудармасы шындыққа жанаспайды және түпнұсқаның бастапқы мәтіннің жаңартылуын талап етеді. Бұл мәселе болашақтың еншісінде. Бұны қазақстандық түркі танушылар мен моңғол танушылар айналысуы тиіс. Моңғол халқы қашан және қайдан пайда болды? 1350 жылы Қытайда Юань династиясының шыңғысшылар билігін құлату үшін азаматтық соғыс басталады. 1368 жылы қытайлықтар бұл билікті құлатады. 1/3 бөлігін ойраттар құрайтын түркі татарлар бөлігі соңғы император Тоғын Темірмен Моңғолияға қашып, кейін 1370 жылы бұрынғы астанасы Қарақорымға қайта оралады. Юань империясының гарнизонында қызмет еткен қытайлықтарға бағынбаған түркі татарлардың бір бөлігі мүлдем жойылады. Сол уақытта Қытайларда татарларды толығымен жою ұраны болған. Қытайлар Моңғолияға жібермеген қалған татарларды ассимиляциялаған. Оларды Қытай әйелдеріне мәжбүрлеп үйлендірген.
Сәйкесінше бұл түркі татарларға демографиялық зиян тигізеді. 1380 жылы император Тоғын Темір қайтыс болады. Мин Қытай династиясы 1372, 1380, 1381, 1388 және 1399 жылдары Монғолияға бірнеше рет әскери жорық жасайды. Осылайша қытайлықтар жаудың қағидасын ұстанып, Шыңғыс хан немересі Құбылай ханның Юан династиясын мүлдем жояды. Түркі татарлардың басым бөлігі қырылып қалады. Осының салдарынан 15 ғасырда түркі және моңғол тілдес тайпалардың демографиялық қатынасы моңғол тілдес халықтың көбеюіне қарай өзгереді. Қытайда шыңғысшылардың Юан династиясын құлатқаннан кейін 16 ғасырда Даян хан орталық және Шыңғыс Монғолияның халық аз қоныстанған аудандарына түркі тайпаларын ассимиляциялаған моңғол тілдес тайпаларды көшіруді бастайды. Сондықтан моңғол құрамына наймандар, керейлер, жалайырлар сияқты және заманауи моңғол халқының құрамына кірген түркі тайпалары енеді. Бұл түркі және моңғол халықтарының туыстығын білдіреді. Даян хан 16-17 ғасырда қалыптасқан жаңа моңғол халқын құрады. Олар түркілер мен моңғол тілдес тайпаларды араластыру нәтижесі ретінде батыс ойраттар және шығыс халқаға бөлінеді. Жалпы моңғол мемлекетінің тарихы 16 ғасырдан басталады. 1628 жылы моңғол ағартушысы Зия Пандит ұйғыр түркі әліпбиі негізінде жаңа моңғол әліпбиін құрады. Бұл моңғол жазбасының негізін құрайды. Совет моңғол танушы академик Борис Владимирцов 1929 жылы моңғол тілінің диалектілері атты кітабын шығарады. Кітаптың авторы 30 моңғол диалектілерін көрсетеді. Сонымен қатар моңғолдардың бірыңғай жалпы ұлттық сөйлеу тілінің болмағандығын айтады. Бұл бірыңғай моңғол халқының болмағандығын білдіреді. Моңғол археологтарының деректері бойынша Моңғолия аумағында 13-14 ғасырдағы моңғол артефактілерінің іздері жоқ. Түркі мәйіттері ғана анықталған. Моңғол мәйіттері табылмаған. Тек 1380 жылы бір ғана моңғол мәйіті табылады. Ресей зерттеушісі Пензев моңғол термині Моңғолия халқының атауы еместігін айтады. Моңғолдар өздерін халқа деп атайды. Ресей ғылым академиясының моңғол танушы институтының Сібір бөлімінің ғалымдары заманауи моңғол тілінің тұңғыс манжур тіліне ұқсайтындығын атап көрсетеді. Түркілер мен моңғолдардың көп жылғы көрші болуы моңғолдардың тіліне әсер етеді. Академик Владислав Котвичтің пікірі бойынша, моңғол тілінде 25% лексикалық және 50% морфологиялық элементтердің түркі тілдеріне ұқсайды. Бұл түркілер мен моңғолдардың көп жылғы көрші болу нәтижесі дейді. Ресей тарихшыларының пікірі бойынша 13 ғасырда Алтын Орда хандарына салық төлеген. Орыс князьдығының аумағында мемлекеттік тіл татар қыпшақ тілі болып табылған. Іс жүргізу ұйғыр мәтінінде жүргізіледі. Моңғол тілінің ешқандай ізі де жоқ. 1223 жылғы көктемде Шыңғысхан қолбасшыларының әскері Жебе Ноян мен Сүбедей Бахадүр орыс Половец әскерлерінен жинақталған әскерлерімен Қалқа өзенінің бойындағы шайқаста кездеседі. Олар қыпшақтарға біз бір елміз, бір тілде сөйлейміз. Олай болса орыстан кетіңдер деп бағалы сыйлықтар беріп келіседі. Нәтижесінде қыпшақтар олардың сыйлықтарын алып орыстарды тастап кетеді. Нәтижесінде орыс әскерлері кейін қыпшақтар да талқандалады. Олай болса түркілер моңғолдар емес, түркілермен шайқасқан. Тарихшылардың моңғолдар түркілерді кейін бүкіл әлемді жаулап алды. Содан соң түркілердің арасына еніп түркілер атанды. Ал Руське басып кірген моңғол татарлар деген мифтері жазбаларда кездеседі. Айтпақшы, моңғол татар термині 1829 жылы Ресей тарихшысы Наумовпен енгізілген. Моңғолдар халық ретінде болмаған. Түркілер ұлы империя халқы және моңғолдардың түркілерді жаулап алды деген пікірлері дұрыс емес. Шыңғысхан 1206 жылы құрылтайда барлық біріккен тайпаларды жалпы моңғол деп атауды ұсынды деген аңыз да бар. Алайда мұны растайтын ешқандай дәлел жоқ. Сонымен қатар 12 ғасырда Хамак моңғол мемлекетінің өмір сүргендігі жайлы аңыз да жалған болып табылады. Моңғолиядан 2000 километр қашықтықта
Амур өзенінің бойын мекендеген балық аулайтын Менву тұңғыстар туралы аңызды Ресей тарихшылары ойлап табады. Бұл моңғолдардың шығу тегі туралы өздерінің теориясын негіздеу үшін жасалған. Оларды Моңғолия аумағына келіп, түркілерді, кейін бүкіл әлемді жаулап алған заманауи моңғолдардың ата-бабалары деп санайды. Алғашқы жазбаларда 13 ғасырдағы оңтүстік Қытайдың Сун династиясының Қытай дипломаты Мен Хунның 13 ғасырдағы ежелгі кидандар Джурджендер және моңғолдар тарихы туралы естеліктерінде Менву Чунжерджендермен Манчжурияда шайқасқан және Моңғолия аумағына кірмеген. Сонымен қатар, балық аулаушы Менву заманауи моңғолдарға ешқандай қатысы жоқ деп жазады. Дегенмен Ресей тарихшылары осы нұсқаны ұсынады. 19 ғасырда Ресей шығыс танушылармен құрылған заманауи моңғол танушы ғалымы 200 жылдан астам уақыттан бері адастырып келе жатқан өзінің негізділігіне зор күмән келтіреді. Моңғол танушы 12-13 ғасырдағы Шыңғысхан империясының тарихына негізделген. Ол моңғол емес, түркі тарихы болып табылады. Ал моңғол халқының тарихы 16-17 ғасырдан басталады. Сондықтан моңғол танушылықты ғылым ретінде тарихшылармен негізді түрде қайта қарауды талап етеді. Заманауи генетикалық зерттеулер заманауи қазақтар мен моңғолдардың елер арқылы берілетін О және Ц ДНК Y хромосомасының жалпы гаплотобына ие екендігін көрсетеді. Бұл 1000 жылдық терең ұғымы бар. Солтүстік Қытайдағы түркілер мен моңғолдардың ортақ шығу тегін білдіреді. Осы гаплотобындағы қазақтар 40-45% құрайды. Қазақтар Үндістан еуропалық халықтармен ассимиляцияланған. Ал О және Ц гаплотобындағы моңғолдар шамамен 75-80% құрайды. Кейбір тарихшылар Найман, Керей, Жалайыр сияқты түркі руларын және басқа үйретілген моңғолдарды моңғолдар деп санайды. Бұл адасушылық. Алғашқы жазбаларда, мысалы Қошылық, Бұйрық, Тоғырыл және басқалар сияқты, Найман, Керей, Жалайыр хандарының барлық атаулары түркі тілінде болған. Моңғолдар бірыңғай халық ретінде 13-14 ғасырда қалыптаспаған. Сонымен қатар моңғол мемлекеті мүлде болмаған. Түркілер мен моңғолдар тілі жағынан бөлек халық болып саналады. Заманауи татарлар, қазақтар, башқұрттар, ноғайлар және басқа түркі халықтары Шыңғысханның үлкен ұлы Алтын Орда, Ұлыс Шошының және бүкіл Шыңғысхан империясының мұрагерлері болып табылады. Тарих ғасырлар бойы билік басындағылардың мүдделері үшін бірнеше рет қайта жазылған. Грек философының бірі Платон менің досым, бірақ шындық одан да бағалы деген екен.